өз заманы Шопенді музыкалық данышпан деп бағалады. Бүгінгі күнге оның мәңгілік өшпейтін музыкалық ноталар қалды. Ол жүрегінің нәзіктігін күллі әлемге жеткізген талант иесі. Жаратылысы ерекше, өз жолы бар адамның тағдыры да өзгелерден тым бөлек. Фредерик бүкіл әлемге бақыт сыйлады. Алайда өзі де сол бақыттың дәмін татқысы келді. Бірақ мүмкін емес. Оның сезімтал жүрегімен шығарған туындылары өзгелердің 62 тамырын жібіткенімен өз жанын жібіте алмады. Оның тұла бойы дертке толы болды. Ол дерт туған жерге сағыныштан, сәтсіз махаббаттан және жүректегі қайғы қасіреттен туындаған ауыр дерт. Ондағы мұң мелодия арқылы шығады. Әуенді ол жанымен, өз тағдырымен сабақтастырды. Фредерик Францишек Шопен 1810 жылы Варшава маңында Франциядан келген иммигрант Николай Шопен мен поляк қызы Юстина Крижовскийдің отбасында дүниеге келген. Оның музыка әлеміне енуіне анасы Юстина себепкер болды. Шопеннің ерекше талантын таныған жақындары кішкентай ғажайып деп атап, оны Моцартқа теңеген. Оның эмоционалдылығы және музыканы жүрегімен, жан дүниесімен сезіне білуі талай сонаталардың дүниеге келуіне себепкер болды. Кішкентай композитор 7 жасында өзінің ең алғашқы туындысы соль минор полонезін шығарды. Бұл жаңалық күллі Варшава жұрты үшін таңсық болды. Фредерикке үлкен таңданыспен қарағандар кәсіби талант иесі деп бағалады. Осы оқиғадан кейін 7 жасар Фредерикті ата-анасы көрнекті чех пианисті Войцех Живнойдан сабақ алуға жібереді. 5 жылдан кейін Фредерик техникалық және музыкалық шеберлігі жағынан ересектерден кем түспейтін нағыз пианист виртуозына айналды. Оның танымалдылығы артып, жетістіктері молая түсті. Фредерик Шопен фортепиано сабақтарымен қатар Варшавадағы атақты музыкант Жозеф Эльснерден композициялық сабақ ала бастады. Сол сәттен бастап оған Еуропаның есігі ашылды. Прага, Дрезден және Берлин қалаларындағы опералық театрларға барды. Шетелдегі әйгілі музыканттардың концерттеріне қатысып жүріп, өзінің жекелеген музыкалық стилін қалыптастырды. 13 жасында Варшава лицейінің білім алушысы және 16 жасында жоғары музыка мектебінің студенті атанды. Өзі білім алған ордадағы ұстазы Эльснердің тарапынан оның дипломына мынадай сипаттама жазылды. Шопен Фредерик ерекше талант иесі және музыка. Шопеннің балалық және жастық шағы өміріндегі ең қуанышты және қамсыз кезеңі болды. Алайда оның оқу бітірісімен үлкен саяхаттарға шығуы Польшадан бір жола кетуіне себепкер болды. Ол сол кеткеннен отанына мүлде оралмады. Фредерик Австрияда жеке шығармашылығымен айналысып жүрген тұста Варшавада болған көтерілістен хабардар болып, еліне қайтуға бел байлады. Алайда әкесі оның елге оралмай, Австрияны мәңгілік тұрағы етуін қалады. Польша астанасының құлағаны туралы хабар ол үшін үлкен соққы болды. Өміріне жара салған осы бір сәтті әуенмен жеткізуді жөн деп тапты. Осы тұста оның пианинодағы ақ және қара батырмалардан туған жерге деген сағыныштан әуендер шыға бастады. Революциялық этюд мол пьесасы және 28-ші қорытынды прелюдиялары дәл сол туған жеріне арналды. Осы оқиғадан кейін Шопен Парижге келіп тұрақтанады. Алғашқы фортепиано концертін беріп, көпшіліктің сүйіктісіне айналады. Әйгілі композиторлармен таныс болып, өз жанкүйерлерін жинай бастады. Оның өз заманының құбылысы екендігін замандас композиторлар да мойындады. Фредерик Шопеннің жеке өмірі өте қайғылы болды. Жаратылысы сезімталдық пен нәзіктікке көмкерілгенімен отбасылық өмірден бақыт сезіне алмады. Мәриям есімді аруға ес-түссіз ғашық болып, оны шығармашылық шабытына айналдырғанымен екеуінің жолдары тоғыспады. Музыкантқа сүйіктісімен қоштасу оңайға соқпады. Сәтсіз махаббаты оның творчествосына әсер етіп, аза тұту маршы әуені пайда болады. Махаббаттың машақатынан енді ғана айыққан Шопенге Жорж Санд есімді бикеш жолығады. 27 жастағы Фредерик пен 33 жастағы Аврора ханым екеуінің арасындағы махаббат хикаясы тым ерекше еді. Бұрын тұрмыста болған ханым үшін олардың қарым-қатынастары құпия сақталды. Олар ғашықтық ғұмырларының көп бөлігін Майоркадағы Аврора Дюдеванның жекежайында өткерді.
Аралдағы нашар климат, жақын адаммен шиеленіске толы қарым-қатынас, ұрыс-жанжал жас музыкантты өкпе ауруына шалдықтырады. Жабысқан дерт 1849 жылы Фредерик Шопеннің өмірін мәңгілікке қиып кетті. Атақты композитор өлерінің алдында айтқан өтініші бойынша жүрегі кеудесінен шығарылып, туған жеріне жеткізілген. Ал оның денесі Францияның Пере-Лачайс зиратына қойылған. Композитордың жүрегі бар шыны Польша астанасындағы католик шіркеулерінің бірінде әлі күнге дейін сақталған. Поляк халқы Фредерик Шопенді ерекше жақсы көріп құрметтейді. Сондықтан да оның шығармашылығын ұлттық қазына деп санайды. Композитордың құрметіне көптеген мұражайлар ашылды, әр қалада ұлы музыканттың ескерткіштері бар. Шопеннің өмірі мен шығармашылығы көптеген зерттеулерден өткенімен әлі де ашылмаған сыр сандық сыңайлы. Оның жаңбыр вальсі, құпия орманы, жүрек жылайды сынды мелодиялары әлі күнге дейін өз тыңдармандарын ерекше тебіреніске бөліп келеді. Әр тыңдағанда әр түрлі әсерге бөлейді. Фредерик Шопен күллі заманның өлмейтін тылсым құбылысы.